Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен пайдалы кеңес, мынау күннің салқын күнінде жөтеліп қалғандарыңыз болса, соған кеңес бергелі отырып, оған сіздердің жөтелдеріңіздің, ентікпелеріңіздің басылуына бірінші мынау 3 лимонның шығыны керек. Бұл лимонды пайдаланатын алдарыңызда 10 минут суға қайнатып алғандарыңыз жөн. 10 минут қайнатылған лимонның шырынын сығып аласыздар. Сонымен келесі қосарымыз лимонның шырынына 2 ас қасық балды қосасыздар. Осы бал мен лимонның шырынын жақсылап бірін-біріне сіңдіріп араластыру керек. Келесі қосарымыз коньяк шарабынан 1 ас қасық қана құйғандарыңыз жөн. Келесі қосарымыз сарымсақтың 2 басын майдаланған түрінде осы қоспаларға араластырасыз. Сарымсақтың жеке түрін айтып кеткім келіп отыр. Қазір тұмау жүріп жатқандықтан жас балаларға, жасөспірімдерге мойнына 3-4 бас сарымсақты жіпқа байлап, мойындарына тақып қойғандарыңыз жөн. Сонда екінші адамға тұмауын жұқтырмау және екінші адамнан тұмауды жұқтырмауға осы сарымсақтың үлкен көмегі бар. Соңғы қосарларыңыз мынау 1 кесе қайнаған суды араластырып, осы тұнбаны қатты жөтілген ентікпе адамдарға күнде 3 сағат сайын 1 ас қасықтан ішіп тұрсаңыздар, осы тұнба таусылғанша. Осы тұнбаның таусылған шырыны сіздердің де жөтелдеріңізді